дала түнгі 3. Осы кетіп жатырмыз. Менде қысқа куртка, көктемгі куртка. Ташкент жылы дейді да, көктем болып жатыр бұл жердің қысы. Сол, жалғаса болып тұр. Еще дала астыңда аяз. Қазір не болды да? Қандай? Осы аязы келсін, жазға айналасың. Мен вокзалға, яғни поезд келетін жаққа маршрут тұрмын. Қазір айтсам, вагон деген осы екен. Ауыл дегені газ мысалы осы екен. Абу күтіп атқан шығар. Абу келді дейді ғой. Так қызық. Да. Вагон кетіп бара жатыр. Оказывается, бәрі осы бір жақта көрініп тұрады екен. Ина жақта көрінеді. Мен өзім бағана құлаққамасам болған деп жүрсем. Такси ұстадың ғой сен? Иә, мен баға қалаға шыққам. Мен сол екінші этажға шығадым. Сен оятырмын өте тар екен вагон. Осындай. Сөйтіп ол бізді бүйтіп жеп көре берді. Бұды улап. Қазір мен өйтіп қабылдау түсіретін болдым. Тұр осындай Башмакенский, өйткені поезд жол деген оны еңгескен символы. Сайлы бір күн бізға Шымкентке барамыз. Шымкентте одан кейін таксиға отырып, түнгі 3:30-да таксиға отырып Ташкентке баратын боламыз. Жол ондай болатын өйткені шаршайсың, реально өте ыстық. Екінші этажға ше. Дағда еще закат болып жатыр, сағат кешкі 6. Онда осы тамақ іштік. Шымкентке келдік. Дағаны қарасыңдар, жасыл түсті жапырақ тұрам. Дала жып-жылы. Вагон. Такси алып, енді Ташкентке бара жатырмыз. Шымкент прям жаз. Жолге прям жеттік. Осындай. Айжа қандай жер бұл? Чернол, чем бірдеңе дейді, короче, білмеймін екен. Земеге қалмы білмеймін, короче. Өйстіп келе жатырық. На өткізу какой-то бірдеңе. Немене? Learning дейді. Ажмия бұл жер қай жер? Не бұл? Ташкент пен ненің арасы ма? Бірдеңенің арасы? Өзбектер қаптауы деп такси алдық. Тоже какой-то өзбекский ағай. Сюда жерге келіп тұрмыз. Әлі күткен. Если честно, это странно, потому что сол. Сразу андайға уже. Сағат 6:30-да мынау клиникаға жеттік. Бірақ ол жерде 8-де ашылатын, біз 1,5 сағат. Капецсіздер. Мынаның арасында шөпті арасында шөп. Не на шөп? Я в шоке прям. Мен мұнда Алчанда келіп 1,5 сағат күтеміз деп алсам, оказывается, мына жердің сағаты мен журналистқа ауысып кетті. 5:30 күтті ол, прикиньте. Значит, мы мұнда 2,5 сағат күтеміз. Капец. Жаңағыда мысалы Қазақстанда сонда 1 сағат кешірек көп тұр ғой. Мен жолда кеткен кез 6:30 болды да. Енді жаққа келсем 5:30. Где-то 2 сағат па или 8 сағат тұрып тұр ғой. Бір автобус бар екен үшін. Автобус жаңа 5:30-да 5-те шығады деген. Сол шығып тұр ғой. Классно. Короче, да күтіп тұрғанымызға уже 1,5 сағатта болды. Не деді, скамейкаларға отырғанымыз ғой. Капец, қалдық.
Өте қатты қалдым тұрған кого ертеңін. Это капец. Очень холодно. Таңғы уақыт қой. Өзбекстанға тоже қыс келеді деймін, білмеймін, короче. Мынау Ташкент. Киініп жүрген киімдерін қараңдар. Прям тут жылы. Сапада жеттік. Шашымда қарады. Бір ауылдан екінші ауылға шығып 2 сағат жол жүрдік, 4 сағатты жолға. Прикиньте. Адасып, мынау жаңа ашылған клиника екен бе? Сол тапай жеттік. Мен шашырады осында. Бардық. Мынау, прикиньте, достар, мынау миллион сом. Миллион сом это где-то біз ақшамен 37-38 40 арасы дейді, түсінбеймін. А мынау білмеймін қанша теңге екен. Бірақ мұнда типа миллиард дейсің ғой. Типа олардың асынауымен. Капец. Миллиард демей ақ қойын, бір бәле миллион ғой, короче. 16 миллион ба. Үй сатып алатын ақша ғой, Қазақстан теңгесімен дейсің. Сонымен өте аз есептеледі екен, сонысы қызық. Осы тамақты Балонның ішіндегі тиналарды шекке қарашылады. Сол күні тамақ жемей тұрмыз деп айтамыз. Жоқ, мен шыдамаймын, тамақ жеп қойсаңыз. Обед кезінде микрофонмен шықтым. Дала енді прям жас. Это капец. Что? Қыстан жаңағы білесіздер ғой, аяздан келіп, жазға ауысаған. Это как-то очень странно. И очень круто. Реально ужасно. Күшті. Маған ұнайды соған. Өзім үйде барған жүрген кезде қыста жатты ғой далада қар ойқан кез ойладым. Наверное, жасыл қазына, жасыл кетсе, жапырақ болып, андай жаз болып кетсе, да жылып кетсе деп прям алғасын сезіп, прям сондай визуализация жасауымыз жақында 10 күн бұрын бар. И тогда ана аяғасын Ташкентке барамыз деді, и потом емделу керек, соның бәрін доктор Аспер деген сияқты. И Ташкентте мен қарсыз болады ойлаған жоқпын. Келсем, далада мен көргендей, мен ойлағандай дәл сол жасыл шөп, жасыл жапырақ, тау, дала жаз деген сияқты ғой. Жаз демей ақ қой, көктеміске жылы болды ғой, май уақытында астаналықтар білетін шығар. Сол. Мында какой-то бибот. Типа конкурс. Да, блин, как высочу. От нашего филиала Зайнетейской дирекции. Вся наша команда от души поздравляем. Спасибо за внимание, за сегодняшние игры. Поздравляем! Білмеймін, как шепетен кетеді. Еке қылайым. Мәселен, Қазақстанға 5. Біз тоқары жетіміз. Капец, өмір бесте тұрмын. Бүгін біз кеше неше ұқтадық. 9-дан асықтық қалдық. Уже 10-да өмірлерін ұқтып атқан сияқты. Сонымен таңғы біз тұрып, ұйқымыз қанды, бірақ өте едік. Необычно болды. Таңғы бесте тұрғанымыз. Көзіміз кеткен, өмір көзіміз кетеді қалсам алдым. Осының атмосфера өді. Онда кілтті сеулер тапайды кілтті. Тапты все. Мынаны қанат. Әшет. Если честно, каналдан қолтудан қорған мен. Кстати, смотрим цветом бір күн цветом машинасында болып кетеді. Еще тамақты командирға өте аз. Қазір осында шай ішіп үлкет, 3 ай ішесің, потом на епі какой-то бәрін ішесің дейді.
Это в стране. Короче, у нас дальше тренировка. Там жоқ, короче. Вообще невкусно. Разберете, что-то ем деп үшін. Типа осының бәрін 10 күн бойы осы нәрсенің бәрін алу керекпін. И артында бар. И потом мына жаққа кіру үшін бізге мындай пакет берді. Жаңа әпкемнен аламыз да. Ішінде осындай мата, короче. Мата ма? Пальчик. Сол. Кезек кіріп жатыр. Короче, аяғым осылай істеп жатыр. Адамдар қайдан кайф алатынын вообще білмеймін. Біртүрлі. Анчида массаж жасады белге. Осы шашыма жасады. Капец. Именно. Осындай соленый бір теңге дейді. Мына жердің бәрін немене сонда? Соль ма? Тұзды аямапты. Жет де бар. Төбеде бар. Капец. Кеше дала жаз деп едім ғой. И сол алғашқы күн болды келген кезде. Ал бүгін келген кезде мындай нәрсе күтіп тұр екен, қараңдар. Та-дам! Мынау не? Жаз деп атқанымыз қайда қар жауып отыр ғой. Біз Астанадан қарап келгенбіз ғой Ташкентке. Мә. Қар қатырды. Біздің палатамызға келетін болсақ, бұл называется палата. Қолым, да, ну ладно. Осындай шкафчик, чемодандарымыз, мұнда терезе, мұнда заттар осындай. Осындай заттарымыз қойған ғой. Погода осындай, классно. Сосын бізде мұнда заттар тұр. Мұнда бізде уақытылы қай уақытта қандай нәрсе керек екенін, қайда баратынын жайлы түгелдей жазған. Және де мұнда дәретхана. Осындай. Өлейін деп жатырмын bisa. Короче, иісі өте жаман. Не то, что иісі. Әдемі қандай канализацияның дауысының иісіне қатты ұқсайды. Там көрген жоқпын. Канализацияның бірақ сол ұқсайды негізі ше. Просто мынандай іше береді, короче. Вообще бар ғой, реально туалетный запах. Туалетный тағы и все. Это капец. Ол асқазанда какой-то бір пәлелерді өлтірсін, микроб па, осындай бітімдерді құртады дейді да, сосын береді бізге. Особенно маған. Вот сол. Неге мындай фито чай дейді, қансыз. Зеленый чай ма, сондай, короче. Снова чай. Рестораннан келді. Браво. Фруктики. Мынау еще плов, наконец-то. Анчими, потому что это мои лекарства. Ерталап, тушлик, кич. Собственно, уақыт вот. Еще менің атым Назым емес. Нозим ол. Нозим. Күнде таңертеңгі эстетика. Тренировка бізде ұзақ кетті. Мен 6:40-да тұрдық. Ең тамаша тұрып, негізі 6-да тұрып. Тамаша тұрып деп, 6-да тұрып, осы дәрі ішіп кетуіміз. Вот тренировка. Да, ара салып жатыр. Мне араны шақыстырып жатыр. Капец.
мында азот метил сондай лазерный соколдар ол қан айланның жақсаруына көмектеседі деп айтты. Lazım. Ben şurada neydi? Мына тамаққа ерте келіп алғанбыз ғой. Онда ешкім жоқ. Жаңа сағат бұрын келіп алды, сағат 5-те соңғы тамақ береді. 5-те соңғы тамақ береді. Одан кейін тамақ мүлде ішпейді. Сол. Кстати, осында көріп алдым. 1000 жылдан кейін. Целый жыл ақ футболка дейсің сол, басқа ақ футболка. Қазір осында бағымыз, жаңа бағымыз сол жаққа көргенбіз біз. Бүгінгі тамағыма өте қатты таңертең горошты, обедте горошты, нан ішіп жатырмыз. Шүкір. Тәтті тамақ. Бір күн тамақ ішпесем короче, голодный вкусный. Кстати, ішіне осындай сүтті. Короче, резиновый ыдысқа ыстық су құйылған, сосын ішпей қойылсын, жылытады деп айтты. Такая басып айналып, және үшінші этажға шыққан ғой, кілті үйіне әкеліп берген. Бұл арасында қайтып түскен ғой, ешкім күткен ғой біргенде. Настолько басып айналып менде, басып айналып үстіне такая жүріміз. Қар әдемі жауып тұр. Прям эстетика болып тұр ғой. Мына жаққа келетінбіз, кстати. Қарымыз күшті жауып тұр. Тушын ақ кетпесе болғаны, кстати. Об этом забыла. Шум ашық сияқты. Қыса өтпей боласына короче. Снайденші бізге түсіндіріп жатыр. Мына кітаптарға қарасында қараңдар. Ішінде пішіндер бар. Мұнда көп үлкен екен. Музей ғой, короче. Мұнда неше түрлі нәрселер бар. Репи атамыздың кесенесіне келдік. Мына жерде оның шәкірті. Бұларына голодовканың арасында тамашын көріп сап. Бұлар тамақ жеп жатырмыз. Шашлык, лепешка пнамкай и ташкентский чай. Жаққа келдік. Magic City дейма, бірдеңе дейді. Ана біздің автобус. Дала шымде суық. Астана болып жатыр ғой примерно. Ташкентіміз. Жазда келіп едік. Жаз болғанда келіп едік. Қыс болып кетті. Үзілше мен алдым сағыз мән бермеңіздер. Осындай. Мистер Пи. Чик-чик. Осындай бар екен. Мистер Би? Oh my god! Можно? Да.
Не жоқ десеңші. Мен де... Қараңдар, менің мадро. Да, Майкл Джексон. Анан қараңдар. It's no актер. Мынау қартайған кезі, мынау жас кезі. Бәрі таныс ойлаймын да. Чики-чан. Это классно. Адам деп қаласың. Неслихан, Сүлеймен Сұлтан, Борак. Аты жөндерін дұрыс біле қоймаймын, бірақ та такой ностальгия болып жатыр. Это реально живой көрген сияқты болып отырған шешесімен. Борак. Сүлеймен Сұлтан. Альберт Эйнштейн. Мұнда Microsoft'та шығарған адамдар. Қараш, мына су еріп тұр да, иісі қарып жатыр. Обычно қыста су мұз болып тұршы еді ғой. Мұнда жазып болған. Капец, капец, әдемі прям қар в точь жауып тұр. Еще мұнда мальчик дейсің, мұнда прям андай диснейский не болып тұр ғой, Париждағы. И капец, еще мен тушмақ кеткен. Жүз неге? Сағызға 50 алдым да, 50. Біз какой-то дүкенге келдік, чтоб Алина ақшасымен бірдеңе алуға. Наверное. 20 000 сом. Это типа біздің теңгемен 800 000 теңге походу. Вот такой погода. Қоймай шығарды ғой мені. Я хочу спать. Шығамыз деп. Короче, у меня лицо мусс, да. После алды. Конечно, жаңа. Алмайды да жаңа. Неге осы азаптап Жоқ, әмес алатқан кез. Алатқанда ала беріңіз. Қазір видеоға. Дала не қыс емес, не көктем емес, соғыста болып тұр да. Ой, не жаз емес, точнее. Күшті болып тұр да, түк-түк. Бұнда мешіт бар. Осыншы емхана. Осылай. Мұнда бізде анау ақша шығаратын жер бар ғой, сондай жерге. Біздің текеме күтіп тұрмын. Қазір базарға барайын деп жатырмыз. Что-то подарочкалар или... Білмеймін, жағын базарға біз бірінде қалуға, бірдеңе алуға. Кстати,
кстати, мына бір базар бар дейді, который сағат таңғы 5-тен 9-ға дейін жұмыс істейді, бірақ олар 50% скидкамен береді заттардың бәрін. 9-дан кейін уже бағасын бәрі 2 еселенеді дейді. Мысалы, 1000 теңгенің затын сен 500 теңге аласың, ал 9-дан кейін сен уже 1000 теңге алатын болсаң, солай 2 есе арзан оптом бағамен береді екен. Сол базарға барамыз деп ойлағанбыз, потом зачем? Бәрібір ғой, бәрі айтсаң ғой деп. Анда банкта Өзбекстанның базары осындай болады екен. Любой жерде Өзбекстанда отыра береді. Біздің базар сияқты ғой. Мына қасындар автобустар қалай жүретінін капец қой. Раса капец. Пиғылдатып автобус шығып бірдеңе деп айқайлап тұрады еще. Мұндай адрес, мұндай адрес, мұндай адрес деп айқайлап тұрады екен. Ё-моё. Это так странно сейчас. Біз мына такси жатып, ішінде өзіміздің автобус нөмірін қалдық та, қай нөмірмен келгенімізді қарап аламыз ғой. Не знаем обратно қайда автобус барады. Осы жерге келіп тоқтайды ғой. Короче, Ташкент деген осы екен, достар. Бар, да, если честно. Білмеймін, не айтатынын білмеймін просто. Каша олатын мен басымды автобус, машина. Күлі көрініп да? Натымызға қайтпаймыз дейді. Қайтпаймыз дейді. Сағат 280 теңге тұрады, бірді жетінің сол бар сонда. Ала таксилар осындай болады. Зефін сол. Базар жоқ достар. Базар жоқ. Опасно жүрет мына машиналар, ё-ма. Басқа тема деп қорқасың. Біз тапайды такси өтірік дейді. Жалды батыр бітесі. Капец, достар. Конец-то. Такси келді. Атасы келдік. Атай айдады. Кетіміз қазір где-то 10 минуттан кейін уже бол керекпіз. Міне қыздарыма осыны подарктар алдым. Туысқандарға, сіңілдеріме, подругаларыма. Көзі кеткен азынан бүгін бізде соңалқан. Видео дейміз, бұлардың бәрі пиявка, какой-то жылан ғой, етке құрт сияқты. Қанды соры, іштегі бар арам ғой, қандады сораты. Сол үшін қазір өткінен. Бәріне тағы да сәлем. Бүгін соңғы күн бізде. Бүгін сағат уже обедте, екілерде қайтатын боламыз үйге. Мен қазір чемодан жинайын деп жатырмын, және мен басымда красный бүкіл жерімде. Андай пиявка дейма, сондай бір жылан сияқты бірдеңе бар. Фотосын қойып қоямыз чемода. Басыма мында қойды. Қой көрече. Сол. Қазір үйге қайтамыз. Пойызбен қайтамыз тағы да. 1,5 күн ба, 2 күнде келеді сол жолымызға. Сол пойызымыз бүгін бізде кешкі. Келесі күннің таңғы 4 десек, бүгін күннің кешкі 4 деген сияқты ғой. Лучше ертеңгі күннің таңғы 4 деген дұрыс болар. Қазір әжеге барып, документтер дайындап, пойызға, потом андай дәрімдіктер аламыз, сөйтіп жүрем дегенше. Таңғы 4-ке дейін не істейміз ғой. Отельге қонып, ары қарай көреміз. Шоуге бетіне өкіткен деп. Емделсен осы ғой, до конца емделу керек деп. Емделу себебім, кстати, менде аллергия бар. Анда көп стресс алғаннан кейін менің миым бәрі уже бір аяғым жүрмей қалатын болғанда қуып кетеді да, жүрмей кетеді, кәдімгі істемей қалады. Одан бәріміз шошып осы жерге келдік, чтобы нервный системаларын бәрі орнына келтіруге алды бір фотоға түстім, бастың өлшепкасында фотосын қоямын да. Сол басым несін қарап, оң жағымда типа
дұрыс емес болып тұр да, нервный системаға бір нәрсе тиіп тұр деген сияқты айтты да. Короче, сол нервный система көп стресс алғаннан болады екен да. Содан менде аллергия, тағы да көп нәрселер, оны айтпай ақ қояйын, ол өйткені айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Ең жаманы ол жаңағы аяғым, оң қолым, оң жақ миым істемей қалады да. Содан бәріміз шошып осылай қаралып, сол жақты емдеп жатыр әлі емдеп жатырмыз. Бірақ 10 күн бойы нормально деп айтамын, уже оң аяғым кәдімгідей сезеді, уже бұрында ине тыққан кезде оң аяғым сезбейтін. Вот ощущение жоқ та мен. Сол енді осы соңғы 13 күні ине тықты аяғым қайтып. Сол кезде уже ощущение болды, яғни сезе бастадым оң аяғымды ине тығып жатқанын, кәдімгі ай деп шыңғыра бастадым уже. Содан кішкене қуанып қалдық, что реально уже тіріліп жатыр да, оң жақ денем, короче, полностью. Сол ең маңызды осы үшін келдік. Тағы да нәрселері бар, бірақ оны айтқым келмейді, соны айтқандай. Сол үшін емделіп жүру керек. Үнемі өздеріне қараңдар. Ең жаман ауру, это уже нерв емделмейді дейді ғой. Сондықтан ешқашан стресс болса да стресс қабылдамаңдар миларына, депрессия болмаңдар, потому что денсаулық өте маңызды. Соның кесірінен осылай уже денен отказ береді да, жұмыс істеуге, қозғалуға отказ береді да, это очень қауіпті. Так что, естественно, нервқа тиетін бір нәрсе болып жатса, спокойствие сақтап, кішкене позитивный жақтан ойлау керексіңдер да, негатив жаққа кіріп кетсеңдер, ол негатив өзін тарта береді, больше тарта береді. Негативный ойлаған сайын сен әлем бәрі негативный нәрселер, ситуациялардың бәрін өзіне жақындататын болады да, тартатын болады. Сондықтан позитивно ойлап, стресс болатын күндер болса, жақсы жағын ойлап, тырысып, өз-өзіңді аулап, басқа жаққа шығарып, ойнатып, күліп, мороженое аласың ба, далаға шығып серуендеп келесің ба, сондай күндер өзіңнің денсаулығыңды қаттырақ ойлап, потому что аяғы всегда жаман болады. Адамдар айтқандай, нерв мүлде емделмейді. Так что өз нервларыңды сақтаңдар. Бәрін пока-пока.